Hello everyone, welcome to my channel. Барлықтарыңызға сәлем. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге 77-ші беттегі 5 жаттығу бар, соны түсіндіретін болам. Look and say дейді. Бұл 3-ші сыныптікі. Мына жерде бірінші жаттығуда айтады, қарап айтыңыз дейді. Яғни біз мына жерде спорт түрлері берілген, соны біз сөйлем құрамыз керек. Мысалға бірінші спорт түрлі беріп қойған Rapi likes playing volleyball дейді. Біз осыған қарап сөйлем құраймыз енді. Anna likes playing baseball. Анна бейсбол ойнауды ұнатады. Penny likes playing badminton. Jamie likes playing table tennis. Oscar likes playing ice hockey деп осылай сөйлем құраймыз. Бұл бізде бірінші жаттығу. Енді екінші жаттығу сіздерге түсіндіретін болам. Екінші жаттығуда write the times дейді. Уақыттарды жазыңыздар дейді. Яғни уақыттарды жазатын болсақ, мына жерде екі жаттығу берілген, біреуі орындалған. Мысалға, сағат 5:30 болды, It's 5:30. Сағат 1-ден 15 минут кетті. It's 1:15. Осылай сөйлем құрайсыздар. Енді үшінші жаттығымызға көшетін болсақ, үшінші жаттығымызда не дейді? Сұрақтарға жауап беріңіздер дейді. Read and answer дейді. Яғни оқып жауап беріңіз дейді. Is green a cool color дейді. Жасыл салқын түс па дейді. Мен yes it is дедім. Бұл кітаптарыңызда бар. Екінші сұрақта What do you like doing in your free time? Сіз бос уақытыңызда не істегенді ұнатасыз, Мен екі жауап жаздым. Сізге ұнаған жазсаңыз болады. I like going to the gym. I like going to the cinema. Мен кинотеатрға барған ұнатамын. Мен спорт залға барған ұнатамын. Сізге қайсысы ұнайды, соны жазсаңыз болады. Үшінші сұрағымызда What time do you get up on Mondays? Дүйсенбі күні сіз сағат нешеде тұрасыз? Мен жаздым I get up at 7 o'clock on Mondays. Мен дүйсенбі күндері сағат 7-де тұрамын. Сіз енді бұл жерде 7 дегенде өзгерсеңіз болады. 8 немесе 9 деп 8-де, 9-да тұрсаңыз өзгертуге болады. Төртінші сұрағымызда Which musical instrument do you have to plug when you play it? Яғни, қай музыкалық аспап дейді ойнаған кезде шертет дейді. Яғни, мен бұл жерде when you play the guitar, you have to plug it. Сіз гитара шертіп, сіз гитара ойнау үшін оны шертіп білуіңіз керек дедім. Яғни, бұл сұрап тұрған аспаптың түрі гитар. Енді төртінші жаттығымызға қарайық. Төртінші жаттығымызда make sentence дейді. Яғни сөйлемді құрастырыңыз дейді. Бұл жерде сөздердің орны ауысып кеткен. Яғни бірінші жаттығуды орындаған we never get up late дейді. Біз еш уақытта жаңағы кеш тұрмаймыз деген сөз. Екінші сөйлемде мынаны орны ауысқан. Мен дұрыстап жаздым. Аударатын болсам I always go shopping with my mom. Мен әдетте дүкенге анаммен бірге барам. Үшіншіде мындай сөз шығады. I never go to bed late. Мен еш уақытта кеш ұйықтамаймын деген сөз. Үшіншіде қараңыздар. They sometimes read book. Ол кейде кітап оқиды, They sometimes read book. Төртінші сөзіміздің орындарын сәйкестірдім. He sometimes goes to the gym. Ол кейде жаңағы спорт залға барады. Бесіншіде Do you always watch TV at night? Сен әдетте немесе үнемі түнде теледидар көресің ба деген сұрақ шығады. Енді бесінші жаттығымызға назар аударайық. Бесінші жаттығымызда мына жерде
My Day деген тақырып, My Day Дания деген қыздікі. Соның қаты, енді соны біз оқып отырып, мына жерде сөздердің орнына қоямыз. Мен мына жерде қойып қойдым, бірақ сіздерге оқып аударып кетейін түсінікті болу үшін. Hi, I'm Dania and this is my day. Сәлем, менің атым Дания, бұл менің күнделікті күнім. Күнделікті өтетін күндік режимім деп айтсақ та болады. I get up at 7:15 every morning and have a breakfast дейді. Мен таңертең сағат 7-ден 15 минут кеткенде тұрамын және таңғасын ішемін. Then I go to school. Сосын мен мектепке барам. I usually walk деп жаздым. To school мен әдетте жаяу барам деген сөз. Then afternoon I always do my homework болады. Мына жерде homework мен содан кейін үй тапсырмамды орындаймын деген сөз. Then at 6:30 I go to the park with my friends. Мен содан кейін үй тапсырмамды орындағаннан кейін сағат 6:30-да жаңа достарыммен бірге паркке барам деген сөз. At 7:30 I have 4-те dinner with my family. Яғни мен сағат 7:30-да отбасыммен бірге кешкі асымды ішемін. Then I sometimes watch TV or play computer games. Содан кейін кей уақыттарда теледидар көрем, немесе компьютер ойындарын ойнаймын. I go to bed at 9:45. Мен сағат жаңағы сағат 10-нан 10-ға 15 минут қалған кезде мен ұйықтаймын дейді. Бізде бүгінгі балалар осы. Келесі сабақтарда шығаратын болам. Егер каналыма жазылмаған болсаңыз жазылып кетіңіздер. Сау болыңыздар.